Артур Конан Дойл жоғалған әлем. 16 бөлім. Адам сенгісіз оқиға. Аударған Әділет Қабылов. Біздің бәріміз бір сөз айтпастан профессор Челленджердің қолын қысып құттықтадық. Ол сабан қалпағын қолына алып, әрқайсымызға құрметпен тағзым етіп шықты. Мен беймәлім елге бірінші болып жол салу абыройына ие болдым, деді ол. Болашақ суретшілердің осы бір тарихи сәтті полотноларына бейнелейтіндігіне күмәнім жоқ. Ол тұңғиықтың шетіне жақындаған кезде, лорд Джон оны кенеттен күртешеден ұстап қалды. Менің қымбатты досым, деді ол, мен ешқашан бұған жол бермеймін. Не айтпақсыз, мырза? Челленджер басы артқа қарай қайқайып, сақалы жоғары көтерілді. Ғалым жағына келетін болсақ, мен сіздің біріншілігіңізді мойындаймын, өйткені сіз ғалымсыз. Ал бұл менің құзыретімдегі жұмыс, сондықтан маған мойынсынуыңызды өтінемін. Алайша бұл сіздің құзыретіңізде, сэр. Әркімнің өзінің сүйікті кәсібі болады, ал менікі сарбаздық кәсіп. Менің түсінуімше, біз зерттелмеген елге басып кіреміз, ал бұл жер арам ниетті жауларға толы болуы мүмкін. Аздаған ақыл ой мен шыдамдылық керек. Мен ойланбай әрекет ететін адам емеспін. Лорд Джонның дәлелдерінің сенімді болғаны соншалықты, оған қарсы ешкім дау айта алмады. Челленджер басын төмен түсіріп, иығын қомданып қойды. Жарайды, мырза, ал сіздің қандай ойыңыз бар? Кім білсін, мүмкін бұл жерде адам жегіш каннибалдардың тұтас бір тайпасы бар шығар. Деді Джон көпірдің арғы жағындағы жартасқа көз тастап. Біз қайнаған қазанға түскеннен кейін ойлануға кеш болады. Сондықтан бізді жаман ештеңе күтіп тұрған жоқ деп үміттенейік, бірақ біз өте мұқият әрі сақтықпен әрекет ететін боламыз. Біз Мелоун екеуміз төменге түсіп, барлық 4 мылтықты алып, 2 метиспен бірге қайтып ораламыз. Сосын біздің біреуіміз басқаларымыздың қорғауында арғы жаққа өтеді. Егер бәрі сәтті болса, оның артынан басқалары да ереді. Челленджер кесілген ағаштың діңгегіне отырып, шыдамсыздықпен күтті, өйткені біз Саммерли екеуміз. Лорд Джонды бір ауыздан қолдадық. Мұндай мәселелерде басшылық, құқығы соған тиесілі болуы керек деп санаймыз. Енді жартасқа шығу әлдеқайда оңай болды, өйткені ең қиын жерге тартып тастаған арқан бізге көмектесті. Бір сағаттан кейін біз мылтықтарымызбен қайтып оралдық. Лорд Джонның бұйрығымен метистер, егер біздің беймәлім елге алғашқы сапарымыз ұзаққа созылған жағдайда қажет болар деп, азық қапшықтарын жоғарыға алып шықты. Патрондар әрқайсымызда болатын. Ал Челленджер, егер сіз қалайда бірінші болғыңыз келсе, деді лорд Джон, барлық дайындықтар жасалып біткеннен кейін. Мұндай мейірімді рұқсатыңыз үшін сізге рахмет. Деп өз билігінен басқа ешқандай беделді мойындамайтын профессор қатал жауап берді. Егер сіз қарсы болмасаңыз, мен сіздің сыпайылығыңызды пайдаланып, бұл жолы басшы ретінде әрекет етемін. Ол балтаны арқасына асып алып, ағаштың үстіне шықты да, 2 қолымен ысыра отырып, арғы бетке өтті. Ол жерге барғаннан кейін қолын жоғары көтерді. Әйтеуір жеттім-ау, деп айғайлады ол. Жеттім. Мен осы жасыл перденің оған қандай тағдыр дайындағанын күтіп, қорқынышпен бақылап отырдым. Бірақ айналада тыныш болды, тек профессордың аяғының астынан бір түрлі алашұбар құс ұшып шығып, ағаштардың арасына тығылды. Қыздан екінші болып Саммерли өтті. Бұл әлжуаз денеде қаншама күш бар екендігі таңғаларлық. Ол өзімен бірге 2 мылтықты алып кеткісі келген, сондықтан қазір 2 профессор да қаруланған. Содан кейін менің кезегім келді. Мен төмендегі қорқынышты тұңғиыққа қарамауға тырыстым. Саммерли мылтықтың дүмін маған ұсынды, ал мен сол сәтте оның қолынан ұстай алдым. Лорд Джонға келетін болсақ, ол көпірден ешкімнің қолдауынсыз оп-оңай өтті. Бұл адамның жүйкесінің мықтылығын-ай. Міне, біз 4-еуміз сиқырлы елде, бұған дейін тек Мэпплвайттың ғана аяғы тиген жоғалған әлемге қадам бастық. Ұлы салтанаттың сәті туды. Бірақ осы сәттің біз үшін үлкен қасіреттің басы болатынын кім білген? Біздің басымызға бұл үлкен қасіреттің қалай келгенін 1-2 ауыз сөзбен баяндап беруіме рұқсат етіңіздер. Біз тұңғиықтың шетінен қалың бұталардың арасымен 500 футтай алыстаған кезде, артымыздан құлақ тұндырарлық тарсыл естілді. Біз бірден кейін қарай ұмтылдық. Жақындап қарасақ, бағанағы біздің көпіріміз енді жоқ. Төменге қарағанымда тұңғиықтың түбінен шамшаттан қалған бұталар мен жаңқаларды көрдім. Шынымен жартастың шеті соншалықты салмақты көтере алмай қирап қалғаны ма?
Бұл менің басыма келген бірінші ой болды. Содан кейін пирамидаға ұқсас жартастың шетінен ақырындап біреудің қоңыржай сұлбасы көрінді. Бұл біздің Метис Гомес еді. Бірақ оның жүзіндегі әдеттегі салмақты жымиыс ұшты күйлі жоғалған. Бізге қараған түріндегі жек көру мен қаһарлы кек жынданған адамдай аларған көзінен көрініп тұрды. Лорд Рокстон деп айғайлады ол. Лорд Джон Рокстон. Не керек саған деп жауап берді біздің серігіміз. Мен мұндамын. Бізге қарқылдап күлген дауыс естілді. Сенің сонда екеніңді білемін, ағылшынның иті. Енді сен бұл жерден құтылып кете алмайсың. Мен сәтті кезеңнің келерін күттім, көп күттім. Сіздерге жоғары шығу қиын болды, ал төмен түсу одан да қиын болады. Ақмақтар, қақпанға түстіңдер ме? Бәрің бірдей құрылған қақпанға түстіңдер ғой. Қалған біз айтарға сөз таппай, Метиске қарап қалыппыз. Шалғының үстінде жатқан шамшат ағашының бұтағы оның көпірді бұзуға қолданған тіреуі болғанын түсіндік. Ол бұталардың арасына еніп кетті де, тез қойта шығып, бұрынғыдан да өткен өшпенділікпен бізге қарады. Біз сендерді үңгірдің жанында таспен бастырып өлтіре жаздадық деді ол, бірақ өлтірмегеніміз дұрыс болды. Ақырындап келген, ажал жақсы. Сүйектерің ақ сөңке болып қурап қалады. Сендердің бастарыңның қай жерде қалғанын ешкім білмейтін болады. Сендерді көмуге де ешкім келмейді. Сен бұдан 5 жыл бұрын Путумайо өзенінің жағасында өзің өлтірген Лопесті есіңе алып, азаптан қиналатын боласың. Мен оның інісімін, сондықтан мен қандай өліммен өлсем де өкінбеймін, өйткені оның кегін қайтардым. Метис бізге айбаттана жұдырығын түйді де, көзден таса болды. Егер Гомес осылайша кек алуымен ғана шектелсе, бәрі орнына келген болар еді. Оны латын нәсілінің барлық адамдарына тән талас тартыспен дау-дамайға деген көзсіз құмарлығы осындай психологиялық құлдырауға алып келген. Ол құдайдың қаһары атанған Джон Рокстон оңтүстік Американың 3 елінде жүргенде өзін ешкімнің басынуына мүмкіндік бермеді. Матис шатқалдың арғы жағындағы еңістен төмен түсті. Алайда оның жерге табанының тиюін құдай жазбапты. Лорд Джонсон одан көз жазып қалмас үшін үстірттің шетіне қарай жүгірді. Осы кезде оқ атылды. Біз мылтықтың құлақ тұндырған даусын, және 1 секундтан кейін жерге құлап түскен дененің дыбысын естідік. Рокстон біздің қасымызға қайтып келді. Жүзі күреңітіп, түтігіп кеткен екен. Мен соқыр екенмін, аңғалдық, ай деді ол ашы дауыспен. Менің ақымақтығым бәріңді құртып жібере жаздады ғой. Бұл адамдардың кісі өлтіруді кешірмейтінін, олардан әрдайым сақ болу керек екенін ұмытып кетіппін. Неге сіз басқа Метисті кешірдіңіз? Өйткені оның көмегінсіз Гомес ағашты құлата алмас еді ғой. Мен оны да атып тастар едім, бірақ аядым. Мүмкін оның бұған қатысы да жоқ шығар. Бірақ сіз дұрыс айтасыз. Оны да атып тастағаным дұрыс болар еді. Ол шынымен де Гомеске көмектескен шығар. Енді бұл сатқындықтың шынайы негізі анықталғаннан кейін, біз ол Метистің мінез құлқы көптеген жағынан күдікті болғанын есімізге түсіре бастадық. Бәрі түсінікті болды. Оның экспедицияның жоспарларын білуге деген ұмтылысы, және біздің әңгімемізді тыңдауға кедергі келтірген кезде оны ұстап алған самбо мен жанжалы және біз жиі байқаған жеккөрінішке толы көзқарастары. Біз мұның бәрін талқылауды жалғастырдық. Сонымен бірге оқиғалардың жаңа беталысына дайын болуға тырыстық. Кенеттен төменде, тас жотасының етегінде болып жатқан қызық көрініс біздің назарымызды аударды. Ақ киінген адам тірі қалған Метис секілді өзіне ұмтылған ажалдан қашқандай жанын сала жазықпен қашып барады. Оның артында ұзын аяқтарымен секіре жүгіріп алып шойын қара біздің адал негр самбо қуып барады. Біздің көз алдымызда ол қашқынды қуып жетті де, арқасына мініп алып, қолымен мойнынан қылғындырды. Екеуі жерде домаланып жатты. 1 минуттай өткен соң самбо орнынан тұрып, алдында жатқан денеге бір қарап алып, бізге қуанышпен қолын бұлғады да жартасқа қарай жүгіріп кетті. Қозғалыссыз ағараңдаған сұлба жазықтың ортасында қала берді. 2 сатқыннан да кек алынды, алайда олардың істегендерінің орны толмайтын еді. Біз енді жартасқа қайтып келе алмайтын болдық. Бір кездері бүкіл әлем біздің өмір сүретін алаңымыз еді. Енді ол осы үстірттің көлеміне дейін тарылды. Енді екеуі бөлік-бөлік 2 әлем. Міне, мынау біздің челналар жасырылған жерге апаратын жазық. Анау көк жиектің күлгін тұманның артында өзен, кері қарай өркениетке апаратын жол жатыр. Тек жалғыз байланыстырушы буын ғана жоғалды. Біздің бүгініміз бен өткеніміз арасын жалғастырып тұрған тұңғиықтың үстінен көпір лақтыру үшін ешқандай тапқырлық жеткіліксіз. Бәрінің өзгеру үшін бір ғана сәт жеткілікті екен.
Сол кезде мен үш жолдасымның қандай сынақтан өткенін түсіндім. Рас, олардың келбеті өте байсалды және жинақы еді. Бұл адамдардың аса сабырлылығын ештеңе бұза алмады. Бізге бұталардың қасында отырып, Самбоны күтуден басқа ештеңе қалмады. Көп ұзамай оның ақкөңіл қара сұлбасы тастардың арғы жағынан көрінді, және ол өзінің алып денесімен жартастың басында тұрды. Менің енді не істеуім керек? Деп айғайлады Самбо. Сіздер айтыңыздар, мен бәрін істеймін. Бұлай деп сұрақ қою қиын емес еді. Алайда оған жауап беру қиын болатын. Біздің білетініміз біреу ғана еді. Самбо біздің сыртқы әлеммен жалғыз ғана сенімді байланысымыз. Тек сол бізді тастап кетпесе екен. Жоқ деп айғайлады Самбо. Мен сендерді қалдырмаймын. Мен қашанда осында боламын. Үндістер кетпек болған еді. Самбо үндістерді ұстап тұра алмайды. Олар бұл жерде Курупури өмір сүреді, үйге қайтайық, дейді. Сіздер жоқсыңдар, ал Самбо оларды райынан қайтара алмайды. Шынында да, соңғы кезде үндістер өздерінің бізді тастап, үйлеріне қайтқысы келетіндерін жасырмаған. Самбо шынын айтып тұр, оларды енді ұстап тұрудың ешқандай мүмкіндігі жоқ еді. Самбо, оларға айт, ертеңге дейін күтсін. Сонда мен сендерге хат беріп жіберемін деп айғайладым мен. Жарайды, мырза. Үндістер ертеңге дейін күтетін болады. Самбо осылай сөз берді. Біздің адал негр үшін істеуге тиісті жұмыстар көп болды, және ол бәрін өте жақсы орындап шықты. Ең алдымен біз оған діңгекке оралған арқанды шешіп, оның бір ұшын бізге жіберуді бұйырдық. Арқан кір жаятын жіптен қалың емес еді, бірақ өте мықты болатын. Көпір ретінде ол жақсы болмаса да, біздің жағдайымызда мұндай нәрсе қажет еді. Содан кейін Самбо жартастың үстіне көтерілген азық дорбасын жіптің өз жағындағы ұшына байлады. Біз оны өзімізге қарай тартып алдық. Егер қорымызды аң аулап толтырмасақ та кем дегенде бір аптаға жетуі керек. Ақырында Самбо ішінде патрондар мен басқа да заттар бар тағы 2 дорбаны алып келді. Оның бәрін біз арқан арқылы өзімізге қарай тартып алдық. Біздің негр соңғы рет төменге түсіп, үндістер таңертеңге дейін қалады деп бізді сендірген кезде кеш болған еді. Міне, сондықтан мен осы түні бойы біздің үстірттегі алғашқы түнімізде шамның жарығымен біздің басымыздан қандай оқиғалар өткенін жазып отырдым. Біз қону үшін құздың шетінен орын таптық. Бірден кешкі ас ішіп, азық дорбаларының бірінің ішінен табылған 2 бөтелке Аполлинаристен ішіп алдық. Су табу біз үшін өмір мен өлімнің мәселесі. Алайда менің ойымша, бүгінгі бастан кешкендеріміз Лорд Джон үшін де жеткілікті болған шығар. Ал басқаларымыздың да беймәлім елде су іздеп барлауға шығып келуге құштар болмағанымыз түсінікті. Біз от жағуды қажет деп шешпедік және жалпы мүмкіндігінше үн шығармауға тырыстық. Ертең дәлірек айтсақ, бүгін өйткені мен таңға дейін отырдым. Біз осы жұмбақ әлемге алғашқы сапарымызды жасаймыз. Мен өз жазбаларымды қашан жалғастыра алам, жалпы жалғастыра аламын ба мен оны білмеймін. Әзірге үндістер әлі де осында тұрғанда олар маған осы жерден көрінеді. Біздің Самбо көп ұзамай хатты алу үшін келетініне сенімдімін. Мен бұл хат жолдаған мекенжайға барады деп өте үміттенемін. Мен біздің жағдайымыз туралы неғұрлым көп ойласам, соғұрлым ол маған көңілсіз болып көрінеді. Менің қайтып оралуға үмітім жоқ. Егер үстірттің шетіде биік ағаш өсіп тұрса, біз арқылы жаңа көпір тастай алар еді. Бірақ 50 футтан жақын жерде ағаштар жоқ, ал оны жартастың шетіне сүйреп апаруға төртеуміздің шамамыз келмейді. Ал арқанымыз тым қысқа, онымен түсе алмаймыз. Жоқ, біздің жағдайымыз үмітсіз. 16 бөлімнің соңы.